Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қаттама нанның рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Және де менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Толық рецептісін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып, үстінен тұз салып, және сүймайымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болсақ, үстінен ұнымызды қосамыз, араластырамыз, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Жақсылап басамыз қамырымызды. Қамырымыз өте жұмсақ болғанменен қолға жабыспауы керек. Қамырымызды жақсылап басып, салфанға салып, бөлек қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Негізі 2 үлкен жуа қажет, бірақ менің жуам тіптен үлкен болғандықтан біреу ғана қолдандым. Жуан жақсылап жұқалап, жіңішке қылып тураймыз. Үстіне тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Менде қызыл бұрыш болған жоқ, сондықтан мен паприка қоса салдым. Жақсылап араластырамыз. Қызыл паприка қостым. Салмамыз дайын, қамырымыз өте жұмсақ дайын болып тұр, және сары май дайындап қоямыз ерітілген. Қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды жақсылап басып, жұқағып илейміз. Өте жұқағып илейміз. Қамырымызды жақсылап жұқағып илеп болған соң, сары майымызды жағып, үстіне салмасын салып, рулет тәрізді ораймыз. Сары майымызды шылықтып жағамыз. Салмасын салып, рулет тәрізді ораймыз. Қалған 3 қамырды дәл осылай жасап шықтым. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Пешімізді қыздырып қоямыз, сүймайымызды құйып. Ал енді нандарымызды саламыз. 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай қамырды илеп жүріп пісіре береміз. Ал менің қаттама нандарым пісіп жатыр. Өте жұмсақ болып шықты. Қаттама нандарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Комментарий, лайк басып, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айман ас болсын.